Қайырлы күн оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін біз сендермен нағыз ұбт-да келу ықтималдылығы өте жоғары сұрақтарды қарастыратын боламыз. Біздің бірінші сұрағымыз архей эрасының ерекшелігі қандай? Озон қабаты қалыптасты, мұз басу жүрді, ашық тұқымды өсімдіктер шықты, тыныс алу жүзеге асты. Архей эрасының ерекшелігі тыныс алу жүзеге асқан болатын. Зоология философиясының еңбегінің авторы кім? Біздің екінші сұрағымыз Линней, Ламарк, Дарвин, Хаксли. Бұл зоология философиясының авторы бізде Жан-Батист Ламарк. Значит, бұл жауабын белгілейміз. Келесі жел арқылы тозаңдану. Ол бізде қалай аталады? Автогамия, гидрофилия, зоофилия, анемофилия. Жел арқылы тозаңдануды бізде анемофилия деп атаймыз. Келесі сұрағымыз адгезия дегеніміз не? Адгезия дегеніміз Б. А жауабы әртүрлі заттардың молекулалары арасында пайда болатын тартылыс күші. Б. Бізде мұз суға батпайды, су айдындарының түбіне дейін қатпайды. С. Бізде жоғары жылу сыйымдылығы мен жылу өткізгіштігі. Д. Қалалық құбырлар мен мал шаруашылығы фермаларының қалдықтарының ағып шығуы. Бізде адгезия дегеніміз әртүрлі заттардың молекулалары арасында тартылыс күшінің пайда болуы деп атаймыз. Глюкозаның жеткіліксіздігінен туындайтын ауру қандай? Қант диабеті, аддисон, ацетоз, анемия. Бізде глюкозаның жеткіліксіздігінен ацетоз деген ауру туындайды. Мидың құрамына кіретін күрделі липидтерді ата: гликолипидтер, гликопротеиндер, инсулин, цереброзиттер. Мидың құрамына кіретін күрделі липид ол бізде цереброзиттер. Бізде мына жақта сіздер үшін сұрақтар шықты. Ұнаған болса видеомыз лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы сау болыңыздар.